Егер де продавец сізге басқа товар салып жүрсе, немесе товарыңыз сынып келсе, немесе мүлдем товарыңыз салмаса, және де ақшасын қайтарғысы келмесе, онда продавецті қалай наказывать етеміз? Ол үшін біз личный кабинетімізге кіреміз. Одан кейін мына жерде наушник значогымызға басамыз. Қарап тұрғандарыңыздай, мен мына жерде мына затқа жалобы жасаған продавецке, себебі бұл затты продавец 10 күннен асып кетті, маған товарын жібермеген. Одан кейін барып мен жаздым продавецке, ақшасын сұрадым, ақшаны 2-3 күн бойы жаздым продавецке, ақшасын қайтармады маған. Содан кейін барып мен уже служба поддержкаға шықтым. Өздері маған шықты. Сол когда продавецке жазып атқан кезде, сол кезде уже служба поддержки кіріседі. Содан кейін барып мен уже ситуацияны айттым, то что 10 күннен асты, маған продавец әлі товарымды берген жоқ. Содан кейін барып маған уже ақшамды бір күннен кейін қайтарды. Осылай сіздер де служба поддержки арқылы ақшаларыңызды қайтарып, немесе заттарыңыз дұрыс келмесе, жалобы жасап, осылай проблемаларыңызды шеше аласыз. Немесе Pinduoduo продавецті наказывать етеді. Енді әрі қарай жалобы түсіру үшін не істейміз? Мына жерде қызыл значок тұрған шитке басамыз. Бұл жерде бізде 5 пункттан тұратын меню шықты алдымыздан. Біріншісі, егер продавец сізге грубить етіп, дұрыс жауап бермесе, ұрысып жауап берсе, онда бұл бірінші пунктті басасыз. Бұл полностью плохой сервис деп аталады бұл пункт. Екіншісі, егер товарыңыздың сапасы нашар болып келсе, егер толық товарыңыз салынбаса, кейбір заттары толық салынбай келсе, егер де затыңыз сынып келсе, онда осы жерге жазасыз. Бұл проблема с товарами деген пункт. Үшіншісі, бұл доставкамен, полностью доставкамен байланысты. Товарыңыз кешіктіріп жатса, немесе трек номерін дұрыс бермесе, осы пунктті басасыз. Келесі төртінші пунктіміз, ол толық возвратпен байланысты. Егер продавец ақшаңызды қайтармаса, осы пунктті баса аласыз. Келесі соңғы пункт, бұл контрабанда. Егер продавец сізге пустой пакет, немесе пустой коробка салып жіберсе, осыны баса аласыз. Pinduoduo'да 99% сатып алушыны қолдайды. Сіздің ақшаңызды қайтарады, немесе продавецтің магазин блокқа түсіруге дейін апарады. Сөйтіп продавецтерді Pinduoduo осылай наказывать етеді. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, тіркеліп лайк басып, бөлісіп қойыңыздар. Баршаңызға рахмет.